Кейбір стереотиптерді ескермегенде зейнетақыны қосымша табыс көзі ретінде қарауға болады. Бірақ көпшілік зейнетақы жалақтарын инвестициялауға болатынын білмейтін сияқты. Бұл Жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек. Каналға жазылуды ұмытпаңыз және қоңыраушаны басыңыз. Ал біз бастайық. ақш-та зейнеткерлер өздеріне қолайлы қаржы институттарында жеке шот түрінде зейнетақы табысының баламалы көзін таңдай алады. Және мемлекет қамтамасыз ету туралы мүлдем алаңдамайды. Ал Азияның 4 жолбарысының бірі саналатын Сингапур және көрші Ресей елі туралы айтатын болсақ, онда бұл елдердің зейнетақы жүйелері де инвестициялық бағдарлама нұсқасын және инвестициялау үшін қаржылық құралдардың кең спектрін ұсынады. Зейнетке шығу кезінде адамдарға өзінің жайлы өмірін сақтап қалу үшін үлкен қаражат керек болады. Сол себепті осындай бағдарламалар жұмыс істейді. Былтырдан бері қазақстандықтар да БЖЗ-дағы ақшасының бір бөлігін үй алу, кредит төлеу, емделу және жеке қаржы ұйымдарына басқаруға беру мүмкіндігі пайда болды. Халықаралық тәжірибелер көрсеткендей, зейнетақы активтерін жеке басқаруға беру дамыған елдер арасында кеңінен таралған және ондаған жылдар бойы өзінің тиімділігін көрсетіп келеді. Зейнетақы жинақтарын дұрыс жерге салу, үй сатып алумен салыстырғанда көбірек табыс алып келеді. Бұл табыс активтерді инфляция, қаржы дағдарысы және басқа да күтпеген қиындықтардан қорғауға мүмкіндік береді. Сіз БЖЗ-дағы зейнетақы жинағыңызды Жусан Инвестке аудара аласыз. Қысқаша айтсақ, егер сіз ең төменгі шекке жеткен болсаңыз, сіз оларды БЖЗ-дағы жеке шотыңызға аударасыз. Біз бұл ақшаны өз стратегиямызға сәйкес инвестициялаймыз. Бұл жеке инвестордың кәдімгі портфелі сияқты жұмыс істемейді. Бұл ақша брокерлік шотта емес, сенімді басқаруға берілген ақша болып саналады. Ол үшін сіз ақшаңызды қайда инвестициялайтыныңызды оқып, келісім беруіңіз керек. Содан кейін оны аудара аласыз. Біздің компания сізге негізінен брокерлік немесе инвестициялық компания ретінде белгілі шығар. Бірақ біз сонымен бірге басқарушы компания екенімізді де айтып өткенім жөн. Алдымен клиенттердің сенімінің арқасында зейнетақы активтерін басқару ағынынан көшбасшы ұйымбыз. Сайтымызда біз ұсынатын стратегия мен активтер Қазақстандағы қандай структуралық өнімдерге, сондай-ақ ақш-тың қандай құнды қағаздарына құйылатын туралы ақпаратпен таныса аласыз. Егер табыс көлемі сіздің көңіліңізден шықпаса, 2 жылдан кейін ақшаңызды қайта БЖЗ-ға қайтара аласыз. Ал зейнет жасына жеткенде сізде табыс емес шығын көрсетсе, ондайдың болуы жоқтың қасы. Жусан Инвест шығындарыңызды өтеп береді. Біз тәуекел қатерін бақылауда ұстайтын, сенімді және көп табыс алып келетін инвестициялық стратегия жасап шықтық. Қаражаттарыңыздың сақталуына алаңдаудың қажеті жоқ, өйткені Жусан Инвест қызметін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі өзінің қадағалау функциялары шеңберінде бақылайды. Қаржы құралдарын есепке алу және бағалау рәсімдерін жүзеге асырған кезде БЖЗ өзі және зейнетақы активтерімен операцияларды жүзеге асыру кезінде тәуелсіз кастодиан банк бақылауда ұстайды. Зейнетақы активтерін Жусан Инвестке қалай беруге болады? Біріншісі, БЖЗ-дағы жеке кабинетіңізде Жусан Инвестті таңдайсыз. БЖЗ-дағы жеке кабинетте өзіңіз қалайтын компанияға зейнетақы жинағыңызды басқаруға бере аласыз. Екіншісі, біз стратегиямызға сәйкес инвестиция жасаймыз. Кәсіби команда өз стратегиясына сәйкес сенімді және көп табыс алып келетін қаржы құралдарына инвестиция құяды. Үшіншісі, сіз зейнетақы жинағы және инвестициядан түскен табысыңызды аласыз. Зейнет жасына жеткенде өз ақшаңызбен бірге инвестициядан түскен қаржыға қол жеткізесіз. Біздің мақсатымыз Қазақстан Республикасы азаматтарының зейнет жасына жеткенге дейін жинақтарын сақтау және ұлғайту. Бізді таңдап, зейнетақы жинақтарын бізге сеніп тапсыру арқылы сіз өзіңізге алаңсыз болашақ сыйлайсыз. Телеграмдағы жаңа аналитикалық каналға және әлеуметтік желідегі барлық арналарымызға жазылып лайк басыңыз. Біздің стратегиямызбен танысыңыз және сіздің болашағыңыз өз қолыңызда екенін ұмытпаңыз.